Сәлем достар, мен бүгін сіздерге колаға иленген нанның жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін алдымен бір шай қасық шекер, бір шай қасық тұз, бір шай қасық дрожж және 2 ас қасық май құямыз. Және үстіне 250 мл коламызды құйып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Орташа жұмсақтықта илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз жақсы көтерілді. Енді бөліктерге бөліп, қамырымызды 2 бөлікке бөліп, батонның формасындай формада жасап аламыз. Сосын қамыр көтерілгенше жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Нан көтерілгеннен кейін 320 градуста духовкада 10 минутқа қойып пісіріп аламыз. Нанымыз күшті көтеріліп пісті. Дәмі өте керемет болды. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін.